саламатсыңдар ме балалар? Жарайды, отырыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бізде қазір математика сабағы. Балалар, 5-ті ережесін есіңізге. Тәртіп, талап, татулық, тазалық, тыныштық. Керемет. Ал Меруерт? Тәртіп, талап, татулық, тазалық, тыныштық. Керемет. Міне, осы ережені жарайды бәрі біледі екенсіңдер, балалар? Осы ережені бүгін сабақта, осы ережені есіңізге ұстап сабағымызды ары қарай жүргізетін боламыз. Болса, балалар, топқа бірігіп алайық. Мен сендерге түрлі түсті асықтар алып келдім. Осы асықтардың ұқсап тура біз топқа бірігеміз. Топқа біріктік. Бізде бірінші тобымыз асықтар тобы, екінші тобымыз бәйге тобы, үшінші тобымыз арқан тарту ойын. Яғни қазақтың ұлттық ойындары арқылы біз топқа бірігіп алдық, балалар. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, біз нұрға бөлінейік, тыныштық сәті. Кәнекей бәріміз қолымызды ұстап, бір-біріміздің көзімізді жұмамыз. Әдемі әуеннің ырғағына тербетілеміз. Балалар, орманға келдік, табиғат аясына келдік. Не деген әсем табиғат. Құстардың үні, судың сылдыры. Естіп тұрсыңдар ма? Не деген керемет. Орман ішін аралап жүріп, ағаштардың гүл атқанын, табиғаттың әсемдігіне таң қалып, қызыға қарап тұрмыз. Көктем мезгілі келді. Құстар оянып, жан-жануарлар ұйқысынан оянған кез. Біз де көктемнің табиғатын сезініп, осы көріністі жүрегімізге сақтап, гүлдердің әсем иісін жүрегімізге сақтап, жаймен оянамыз. Ал балалар, табиғат аясына серуендеп келдік пе? Олай болса, өзіңіз қолдан жасаған гүлдеріңді бір-бірлеріңе сыйлай қойыңдар. Яғни табиғаттың әсемдігін, гүлдердің әдемілігін есімізге сақтап жүреміз. Ал балалар, енді үй тапсырмасын, барабан ойыны арқылы үй тапсырмасын тексеремін. Ал балалар, тақтаға назар аударайық. Барабан айналуда бізге қандай өрнек түседі екен? Бірақ не болмай ғой? 5 көйду 5-тен болады 25. Дұрыс па балалар? Керемет. Жаңа иесі барабанға қарай. Аяқ. Қандай өрнек түсті бізге? 8 көбейту 2, 5 көбейту 2, 16. Жарайсыңдар балалар, тыныштық сақтаймыз. Ал, келесі мына топтан көрейік. Қазір. Ал, бет болады. Оқи қой өрнекті. 25 бөлу 5 тең 5. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Тақтаға назар аударайық. Бүгін суреттерге қараймыз. Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Алайық, жауап бере ғой. Коньки, жарайды. Суретке қарайық. Инабат? Коньки тебу балалар. Бұлар қандай ойындар? Спорттық. Және қандай ойындар? Спорттық ойындар. Тамаша. Балалар, біз жаңа айтып жатырмыз. Олимпиада қай мемлекетте өтіп жатыр екен? Қытай. Енді балалар, біз Қытай мемлекетімен, басқа да шет мемлекеттермен қандай қарым-қатынастамыз? Достық қарым-қатынастамыз. Қазақстан қандай мемлекет? Көп ұлтты. Бізде неше ұлт өкілдері тұрады? 100-ден аса ұлт өкілдері тұрады. Біз бұлардың барлығымен қандай қарым-қатынастамыз? Достық қарым-қатынастамыз. Балалар, жаңа айтып жатырмыз. Біз Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Шетелдермен қандай қарым-қатынаста екенбіз? Достық қарым-қатынастамыз міне балалар. Олай болса, осыдан шығатын сөз достық туралы осы жерде қандай мақал есімізге түседі? Досты көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген біздің қазақтың әдемі мақалы есімізге түседі екен. Ал сендер қандай мақалмен білесіңдер? Бекболат? Ағаш қамырмен оқты, адам досымен. Керемет. Ештеңе болғанда 100 досын. Жарайсыңдар. Сендер көп мақал-мәтел біледі екенсіңдер, балалар, жарайсыңдар. Міне, яғни біз
жұмыста болсын, қоғамда болсын, достық қарым-қатынаста болуымыз керек. Bir-birimizбен достық қарым-қатынасымызды жақсы ұстап үйренейік. Олай болса балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді және бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын жазып алайық. 2 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Жазып алыңдар. Оқулықты ашайық. Біз қазір бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма асықтарды екіліден санап көр дейді. Балалар, менің қолымда не тұр? Қоржын. Осы қоржындағы асықтарды екесінен санаймыз. Көппен жұмыс жасаймыз. Иә, екіліден тапсырмаған дайындалыңдар, жауап беретін боласыздар. Жарайды, бірінші топ дайын екен. Кім жауап береді? Алына сайып, санай қой. Екіліден санай. 2, 4, 6, 8, 12, 12. Жарайды. Қанша асық бар екен? 12 асық бар екен. Сен асықтарды жұптадың ба? Иә. Неше жұп шықты? 6. 6 жұп шығыпты. Керемет. Ал келесі мына топтан ал санай. Екіліден санай қой. Кім санайды? Алая санайды. 18 асық бар екен, иә? Нешеден жұптадыңдар? Неше жұп шықты? 9 жұп шығыпты. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, осы құрастырған өрнегімізді тақтаға жазып көрсетейікші. Кәнеке, кім жазып көрсетеді маған? Ай, әкеле қой. Жылдам. Иә. Қарайық, ая дұрыс жазған екен. Иә, сендер де қазір сол өрнек құрастырамыз. Оқи қой, ая, оқи қой. 2 көбейту 9, 18. Жарайсың. Ал енді балалар, көбейтудің компоненттерін атап жіберейікші, көбейтудің компоненттерін. Ал, бірақ ең. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, біз көбейтудің қасиеттерін білеміз. Қандай қасиеттер бар еді? Бекболат? Тамаша, орын ауыстырып, келе ғой. Көбейткіштердің орын ауыстырып жаза қойшы, Бекболат. Келе ғой. Қарап тұрайық, тақтаға Бекболат дұрыс орындап жатыр ма? Дұрыс екен балалар? Керемет. Ал енді балалар, мен сендерді бүгінгі біз асықтар туралы жұмыс жасағандықтан асықтармен бағалаймын. Міне, алшы, асығың алшы түссін деген, міне, сендерге аяға, міне, алшы түскен асықты беремін. Бекболатқа. Иә, ал жаңа топтан өрнекті жақсы құраған Нұрсаяққа, Нұрдәулетке, Айшаға осы асықтармен бағалаймын. Ал енді келесі тапсырмамыз балалар. Ал балалар, асықтардан 20-ға дейінгі жұп сандарды өсу ретімен қойып шығамыз. Ал екінші топтың тапсырмасы, сендер 20-ға дейінгі сандарды, тақ сандарды кем ретімен қоямыз. Ал келесі топ, сендер де жұп сандарды өсу ретімен қойып шығамыз. Өсу ретімен. Ал жарайды. Ал балалар, кәнеки, мен мына топтың жауабын көріп шығайын. Кәне, кім жауап береді? Жарайсыңдар. Ал, айтып кем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Жарайсыңдар, керемет. Қалай қойып береді? Тапсаңдар ма? 17, 15, 13, 14, 9, 7, 5, 3, 1. Бұл қандай сандар? Тапсаңдар екен, керемет. Ал, бұл топтан кім жауап береді? Ал, Ерматан. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Бұл қандай сандар? Жұп сандар екен. Ал, балалар, олай болса, сандар, екі санына бөлінетін сандарды біз қандай сандар дейміз? Жұп
Ал екіге бөлінбейтін сандарды тақ сандар деп атайды екенбіз, иә? Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды, яғни екіге бөлінетін сандарымыз жұп сандар екен, екіге бөлінбейтін сандарымыз қандай сандар екен? Тақ сандар екен. Тамаша. Олай болса, мен сендерді бағалап кетейін. Мына топтан жарайсыңдар. Ая. Ал, енді балалар келесі тапсырманы орындаймыз. Ал, келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс. Жұптасып жұмыс жасайды. Назар салайық. Өрнектерді оқимыз. Инабай оқи ғой. Қанша болады екен? Жарайсың. Ал енді балалар, бөлудің компоненттерін есіңізге түсіріп берейікші. Айша айта ғой, Айша. Керемет, жарайсыздар. Ары қарай енді осы жұмысты балалар дәптерден орындаймыз. Дәптеріңізге жазайық. Кәне, тақтадағы өрнектерді дәптеріңізге жазып, жұбымызды тексереміз. Орындадық па? Көршімізбен дәптерімізді ауыстырайық. Бір-біріміздің өрнегімізді тексерейік. Ай көркем. Апай дұрыс айтты. Нұрса аяқтығы дұрыс па екен? Дұрыс. Ал ай көркем. Дұрыс па екен? Жарайсың. Жарайсыңдар. Яғни жұптық жұмысты орындап бітірдік. Ал енді балалар, осы тапсырма бойынша бүгінгі жауап берген Нұрдәулетке, Алинұрға асықтармен бағалайық. Жарайсыңдар. Балалар, келесі 4-ші тапсырмаға келдік. Орындап көр әдісі, яғни өрнектерді салыстырамыз. Бірінші топтан бір оқушы келсін, екінші топтан картаға жазып шығарамыз. Біріншісін Ермахан келе ғой. Екіншісін Нұрсая. Дәптерде орындаймыз, дәптерге отырып орындаймыз. Жарайсың, тамаша. 5-ші тапсырма. 18 бала ойнау үшін жұптасып сапқа тұрды дейді. Неше жұп болды? Сендерге осы сурет берем, осы сурет бойынша тапсырманы орындаймыз. Ал келесі топқа аулада 14 бала ойнап жүр. Олар теңдей 2 командаға бөлінді. Өрнегін астына жазып орындаймыз. Ал 3-ші топ балалар ойнау үшін 3 адамнан бөлінді дейді. 3 адамнан бөлінсе неше адам болды? Жарайсыңдар. Ал бірінші топтан кім жауап береді? Келе қояй көркем, бұдан. Ал түсіндіріп бере қойыңдар. Кәне көрейік. 8 баланы 2-ге бөлдік. Сонда 9 бала шықты. 9 не шықты? 9 жұп шықты, иә? Дұрыс па балалар? Дұрыс, яғни 18-ді 2-ге бөлсек 9 жұп екен. Ал келесі 2-ші топтан. Ал Аямен келе қой. Отырап келе қой. Ал жауап бере қойды. 14 баланы 2-ге жұптадық. Қанша жұп шықты? 7 жұп шықты. Дұрыс па екен балалар? 14-ді 2-ге бөлсек 7 жұп шығады екен. Отыра қойыңдар. Ал айта қой. Әр командада қанша баладан бар сенде? 3. Барлығы қанша бала бар? 6. Иә, сен қандай өрнек орындадың? Әр командада 3 бала болды. Барлығы 6 бала болды. Неше командаға бөлініпті олар? 2. Әр 2 топқа бөлінгенде барлығы 6 бала екен. Бірінші топты бағалап жіберейік, Керемет. Екінші топты бағалайық. Жарайсыңдар. Үшінші топтың жауабына керемет, жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорыта келе, мен сендерге балмұздақ таяқшаларын алып келдім.
Қалаған таяқшаларды ала қойыңдар. Осы таяқшалар бойынша досымызға сұрақ қойып отырамыз. Ал балалар, кәне Айгөркем бір-бірімізге сабақты бекіту сұрақтарын қояйық. Айгөркем, Нұрдәулет тұра қой. Ана Нұрдәулет. Ал, айтамын. Сұрақ қой тез. 2 жердегі 5, 10. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсың. Меруерт. Аяқ тұра қой. Аяғы тұра қой. 3 жердегі 4-ім. Жарайсың. Алинұр. Меруерт. Ал Меруертке сұрақ қоя қой. Бүгінгі сабаққа байланысты. Ал балалар, сендер бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Олай болса, қолдарындағы стикерге, сабақ сендерге бүгінгі сабаққа жақсы ұнады, түсіндім деген сөздеріңді алма ағашына жазып жапсырамыз. Ал түсінбесеңдер, сұрағым бар деп жазып стикерлерге жапсыра қойыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Олай болса, қолдарындағы стикерге ұнады, түсіндім деген сөздеріңді жазып алма ағашына жапсыра қойыңдар.